Бұл қанішердің қылмыс әдісі жиіркенішті әрі ерекше болатын. Ол тек қарашылық киген қыздарға шабуыл жасайтын болған. Аты жөні Юрий Цюман, Ресейдің Таганрог қаласының тұрғыны. Бірінші қылмыс 1990 жылдың 13 мамырында орын алды. Көшеден 17 жастағы қыздың тыр жалаңаш мәйіті табылды, бірақ бұтына қарашылық киілген. Сараптама нәтижесінде марқұмның қылқындырылып өлтірілгені анықталды. Яғни қанішер оны шешіндіріп, өлі күйінде зорлаған. Сосын жалаң бұтына шұлықты қайта кигізіп кетіпті. Келесі мәйіт араға 14 күн салып табылды. Марқұм 16 жастағы қыз. Қылмыс нышандары сол баяғы: зорланған, тыр жалаңаш және бұтында қара шұлық. Үшінші мәйіт 1990 жылдың 15 қыркүйегінде анықталды. Бұл жолы мерт болған 20 жастағы бойжеткен. Ал төртінші қылмыс 1991 жылдың 2 маусымында болды. 17 жастағы қыздың қорланған жалаңаш мәйіті әдеттегідей көшеде табылған. Мүрделерден қанішердің ұрығы табылғанымен, оның тергеуге берер пайдасы жоқ. Себебі ДНК сараптамасының ақсап тұрған кезі. Нәтижесінде Юрий Цюман 1992 жылдың 26 қарашасында ұсталып қалады. Ол кезекті қызға шабуыл жасап зорламақ болғанда, кездейсоқ тұрғындардың көзіне түсіп қалған. Сөйтіп қызға араша болған адамдар оны тепкінің астына алып, милицияға тапсырыпты. Дей тұрғанымен, ол бастапқыда қылмысын мойындаудан үзілді-кесілді бас тартқан. Бірақ мәйіттерден табылған биологиялық қалдықтардың бәрі оған тиесілі екені расталған соң, амалсыздан ағынан жарылыпты. Психиатриялық сараптама нәтижесінде қылмыстарының себебі балалық шағында жатқаны белгілі болды. Анасы әрдайым қарашылық киетін болған екен. Сорақсы, ол әртүрлі еркектермен жыныстық қатынасқа түсетін болған. Баласының көзінше, яғни қарашылық киген қыздарды зорлап өлтіргенде, анасын елестетіп бақытсыз балалық шағы үшін кек қайтаратын болыпты. Психикалық ауытқу нышандары бар болғанымен, ол сау деп танылып, 1994 жылы өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Қазіргі таңда ол 57 жаста. Әйгілі Қара дельфин колониясында жазасын өтеп жатыр. Алдағы уақытта шығатын видеоларды өткізіп алмас үшін парақшаға жазылып қойыңыздар. Сондай-ақ лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпағайсыздар.